сол бала бір Реал Мадридте ойнап жүрсе, ұялмай жағалып көтеріп, біздің Қазақстанның баласы үйтіп осыны біз деп Димаштар қысады, артынан жүгіреміз сонымен. Дым көмектеспейміз оның қалыптасуына. Енді ауыл мен қалаға келейік. Жаңа айттыңыздар, ауыл мен қала спортының ойбай дамып бөлеміз, сөйтеміз. Сіздердің 64 спорт түрлеріңізде мынаның ішіндегі. Ауылға қазіргі таңда әрине сылтау оңай, бассейн жоқ, спорт зал жоқ. Ағайындар, ауылда жылқы бар. Бізде ұлттық спорт түрлері бар. Оны көкпарға, аударыспаққа, жамбатуға дайындап отырған ауылдың жігіттері бар. Соларға мүмкіндік туғызып беріңіздер, бол. Мына ішіне қосыңыздар. Ол неме спорт емес па? Ол біздің атамыздан қалған спорт. Ол балаларға қатты жағдай керек жоқ. Сезонмен өздері сол жерде дайындап отыр жігіттер. Тек кішкене ақшалай, қаржылай көмектесіп, осының ішіне кіргізіп берсек болды ғой. Осыдан босқа қашан бассейн салынады, қашан спорт кешені салынады, алдағы 20 жылда салынбайтын шығар ол ауылда. Шындықтың бетіне тура қарайтын болса. Сондықтан осы жағын болғаныңыздар. Сосын жұмыс жасап жатқан секциялар бар аудандарда, ауылдарда.